Кеш жарық, достар, кеш жарық. Қазір бізде енді кеш болып тұр. Бірақ эфирді сақтап қоямыз. Алдағы уақытта, Құдай қаласа, осы эфирді басқа да көрермендер көретін болады. Енді күндізгі уақытта болсын, таңертең болсын, уақыттарда көре береді. Но, тем не менее, қазір енді кеш болғандықтан, кеш жарық барлықтарыңызға. Бүгін бізде көптен бері айтылмай кеткен, көптен бері болмай кеткен эфиріміз. Бұл эфир мүмкін соңғы рет енді біраз болды. Өткен жылы көктемде, точнее күзде болған шығар соңғы рет эфиріміз. Ол эфир e-факторинг компаниясының директоры Арнұр Мырзамен өткен болатын. Сол Арнұр Мырза жалпы e-факторингта қандай условия бар, услугасы қандай. Сіздер, құрметті поставщиктар, жұмыс жасау барысында өздеріңіз табатын табыстарыңызға e-факторинг қаржылай қалай көмек бере алады. Сол бойынша сіздерге біз эфир арнап отырмыз. Осы эфирде e-факторингтің директоры Арнұр Мырзаны қазір қосамын. Сіздерге толыққанды ақпараттың барлығы айтып өтеді. Енді жалпы білесіздер ғой, достар, Қазақстанда негізі өзі екі тілде жүреді жұмыстың барлығы. Және қазақ тілін жетік түсінбейтін кісілер де бар. Сондықтан біз екі тілде жүргізетін боламыз. Арнұр Мырза көбіне орыс тілінде сөйлесе, мен соның мағынасын қазақ тіліне, орыс тілін дұрыс түсінбейтін кісілерге қазақша аударып беріп отырамын. Енді бізді бұрыннан танитын кісілердің барлығы білет. Бізде негізі жалпы эфирлар көбінесе екі тілде жүріп отырады. SLQ-дің директоры Олег Кравченкомен де тікелей эфир өткізген кезде қазақ тіліне аударып отыратынмын. Сол жерде айтқан барлығын түсіндіріп, ол маркеттің генеральный директоры Біржан Тархан Амалұлымен де ол кісі енді қазақшада, орысшада сөйлейді, бірақ дегенмен орысша сөйлеген сәттерін қазақшаға аударып, толықтырып, қазақ аудиториясына жеткізіп отыратынмын. Енді қазір де эфиріміз дәл солай болады. Эфирімізға эфирға қосылуға запрос жіберді. Вроде қабылдадым. Так. Принять. Тик. О. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалайсыздар? Вы как? Нормально. По-тихому. Работаем в офисе еще. Добрый вечер, уважаемые подписчики. Ну, в принципе, я уже объявил, с кем будет эфир, о чем будет, как будет проходить эфир вообще в целом. Но более подробно давайте я вам передам микрофон, так скажем, да? Передам микрофон, дальше вы уже сами разъясните вообще, что такое e-факторинг, еще раз, потому что у нас много новых подписчиков. В целом, кратко расскажите, что такое e-факторинг и кому он вообще предназначен, кому вообще он удобен при работе с тендерами, там, в госзакупках, по маркету, неважно. И плюс, какие у вас есть, как бы сказать, пакеты или услуги, как вы делите. Давайте подробно, все по порядку. Все, передаю слово. Понял, принят. Спасибо, Реке. Ну, начнем. Сегодня Реке мне такое небольшое замечание сделал, что очень сложно говорим. Вот, поэтому сейчас постараюсь максимально просто, чтобы люди, незнакомые с темой, сразу могли понять, да, чтобы не нужно было лишний раз там. Мы, в принципе, всегда стараемся делать максимально просто, но не всегда получается. Что такое факторинг? Да, сначала сложно, и потом дальше с переводом на очень простой язык. Факторинг – это уступка права требования. То есть, если вы поставили товар на госзакупе, то вы подписали акт выполненных работ, то можете, грубо говоря, продать этот акт нам и дальше заниматься своими тендерами. Поставкой товаров, поставкой работ, услуг и так далее. Проще говоря, нужны деньги, идете к нам, продаете акт. Вот это вот самое простое объяснение, которое только вот можно придумать в факторинге. Что есть на факторинге? Ну, в первую очередь, это наш первоначальный классический факторинг. Да, это когда
Он дешевле выходит, да, но сейчас объясню, в чем разница. Да. И второй вариант факторинга – это дисконтированный выкуп, то есть с фиксированной ставкой, когда вы просто продаете и забываете обо всем вообще. Ни для кого не секрет, да, вот, особенно для опытных участников государственных закупок, что не все заказчики одинаково хорошо платят, со всеми можно, что не со всеми можно нормально работать. Поэтому, грубо говоря, есть выполненные акты, нужны деньги сейчас, идете к нам, мы вам эти деньги даем. Сумма финансирования от 100 тысяч до 100 миллионов. В принципе, такие кейсы есть, да, у нас сейчас вот порядка больше 2000 клиентов у нас уже зарегистрировано на нашей платформе, воспользовались нашими услугами. Уже так, да, семимильными шагами бежим к 3 миллиардам выданных средств. Под 4000 заявок вот у нас одобрено, то есть вполне себе нормально люди работают. Для кого оно нужно прежде всего? Для тех, кто работает на потоке. То есть выиграл тендер, да, другой еще не успели оплатить, нужны деньги, чтобы закупить товар, да, там, и побежать там, условно выполнять другой тендер. Вот для этих людей это самая идеальная схема вообще по финансированию, чтобы не идти в кредиты, не залазить, не брать там, ну как кредиты, сами знаете, да, как, что такое, да, берешь чужие деньги на время, отдаешь свои навсегда. Как-то так. Вот, ну, собственно, вот, что касается факторинга, это вот... Давайте теперь спросим у аудитории вообще в целом вы понимаете, о чем идет речь? Вообще, что такое факторинг? Факторинг это, давайте теперь дополнительно я попробую объяснить, дополнить. Факторинг это типа как кредитование, но банки, когда дают деньги, они дают на год, на 2 года, на 3 года. А в этом случае это не кредитование. Факторинг дают деньги под заключенный договор, когда вы вот договор заключили, поставку уже сделали и получается, ну, поставили свой товар, либо там услугу, либо работу полностью, акт уже подписали и дальше вы еще тендер выиграли и дальше вам нужны деньги на оборотные средства. И в этом случае вы приходите Арнур Мурзага и говорите: Арнур Мурза, ну, Арнур Мурза, вы знаете, он как, в хорошем смысле, он как Дед Мороз, который раздует подарки. Арнур Мурза, приходите, говорите: вот, у меня уже договор закрыт, деньги я еще не получил. За этот договор дайте мне деньги. И Арнур Мурза, как хороший Дед Мороз, вам дают деньги за ваш акт, который вы уже закрыли. И дальше уже с этим заказчиком, кто должен вам оплатить, уже Арнур Мурза, то есть компания факторинг, дальше сами занимаются. То есть уже с них там требуют деньги, если там просрочили, то там судится, ну и там без разницы вообще, что происходит, это уже дело Арнур Мурза. И так что, простыми словами, Арнур Мурза Дед Мороз у нас раздают деньги. Қазір енді қосымша сіздерге факторинг бойынша түсіндіріп өтетін болса, қазақ тілінде енді қазақша сөйлейтін аудиторияға. Қазір процент бойынша Жақсыбекова дополнительно расскажем. Мы сейчас в целом рассказываем, что такое факторинг. Қараңыздар, достар, факторинг компаниясында, мысалы есебінде сіздерде Омаркетте, Госзакупта тендерларды бірінен кейін бірін өтасыздар, немесе заказ бірінен кейін бірі түседі. Допустим, сізде бір күннің ішінде 3 заказ түсті, немесе жаңағындай бір заказ түсті, 1 миллион теңгеге қалтаңыздар бар ақшаны салып, жаңа тауарды сатып алып, заказчикқа апарып бересіз. Сол моментте тағы да заказ түседі. Ана бірінші поставка бойынша сізге ақшасын заказчик әлі төлеп үлгерген жоқ. Бірақ мына жақта тағы да заказ түсіп тұр. Ол жерінде маржасы жақсы. Енді не істейсіз ол кезде? Ол кезде факторинг компаниясына барасыздар да айтасыздар: міне менің бірінші договорым, мынау акт, уже мен барлығын поставка жасап қойдым, суммасы, допустим, 1 миллион теңге деп айтасыздар. Сол 1 миллион теңгелік договорыңыздың суммасын факторинг компаниясы сізге төлейді, бірақ 1 миллионның бәрін емес, қазір подробно Арнур Мырза қосымша түсіндіріп айтады, пайыздары қалай екен. Сол 1 миллион теңгелік актыңыздың ақшасын сізге береді, сосын
сіз ол ақшаны аласыз да бітті, сол договор жаңағы сізге төлеу керек заказчиктің ақшасымен уже Арнұр Мырзаның компаниясы, факторинг компаниясы айналысып, солармен өздері уже жұмыс жасап, ақшаларын өздері ала береді. Ал сіз ол договорды ұмытасыз, мүлдем бітті. Бірінші договор жаптыңыз, сізде екінші договор тұр, сол екінші договорға тауар сатып алуға ақшаңызды жұмсап, дальше оборотыңызды айналдыра бересіз. И осы процесс бесконечно жүре береді. То есть сіз факторингта арнайы бір лимит жоқ. Бұл жерде жаңа Арнұр Мырза айтып өткендей 100 000 теңгеден бастап шегі жоқ суммаға дейін запрос тастап жұмыс жасай берсеңіздер болады. Егер қосымша сұрақтар туындап жатса, түсінбей жатсаңыздар, сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Қазір біз барлық моментін түсіндіріп өтеміз, сонан кейін барып ар жағында сұрақ жауапқа қосымша уақыт бөлетін боламыз, жақсы ма? А теперь давайте, там вы говорили классик, не классик, что там, какие есть и какие процентные ставки? Да, теперь ко вкусному, так сказать. Ну, начнем по порядку отвечать на все вопросы. Онлайн. Мы исключительно в онлайне находимся. К нам не надо ни документов прилагать, ни какие-то акты подгружать. С синими печатями мы не работаем. Просто вам нужно ЭЦП и зарегистрироваться. Мы дальше все потянем, дадим возможность там, в 2-3 клика подать заявку. Вот, то есть все в онлайне. Теперь касательно процентов. Ну, здесь про проценты говорить не совсем корректно. Да? Почему? Потому что есть разные услуги, есть разные заказчики. Давайте так, мы в апреле месяце провели огромную работу по категоризации заказчиков. В чем заключается суть? Мы взяли всех заказчиков госзакупок и разделили их на 4 категории. Кто, как, когда платит. Вот, то есть заказчики категории А, которые платят стабильно вовремя. Есть заказчики категории Б, у которых могут быть просрочки по оплате. Заказчики категории С, с которыми мы или судились раньше, или с кем потенциально возможны судебные процессы. И заказчики категории Д, с которыми мы никогда ни при каких обстоятельствах больше работать не будем. Вот, таких, слава богу, немного, вот, но они попадаются. Поэтому перед тем, как перейти к процентам, я сначала хотел бы всем поставщикам госзакупок, да, ИО-маркета сказать, перед тем, как идти в тендер, обязательно проверяйте своих заказчиков. Специально для этого мы сделали для вас сервис. Мы подсвечиваем, за сколько платит каждый конкретный заказчик, какие у него есть налоговые проблемы, какие у него есть судебные проблемы и так далее и тому подобное. То есть мы вам полностью даем всю расшифровку. Пожалуйста, пользуйтесь, потому что когда мы говорим пользоваться этим, мы основываемся на практическом опыте. У нас больше 1000 судебных дел выигранных в отношении заказчика. Ни одного проигранного судебного дела нет. Да. И поэтому, да, перед тем, как идти, сначала проверьте, нормальный заказчик или ненормальный. Сайт efactoring.kz в описании будет. Специально для нашего партнера Ардак Мырза, всем вашим подписчикам, которые придут по вашей реферальной ссылке, мы даем 5 заказов на скидку на комиссию 10% и 25 бесплатных факторинговых проверок, помимо того, что 10 еще накидывается при регистрации. И за каждый одобренный запрос только вот, ваши ученики будут получать дополнительно по 5 проверок. Прекрасно. Вот. Что для этого нужно знать? Для этого нужно знать только БИН заказчика. Дальше мы вам всю подноготную по этому заказчику дадим. Пожалуйста, не идите в сомнительные сделки. Теперь, касательно самих продуктов, да, есть у нас 2 варианта продукта. Факторинг Classic и Факторинг Fix. Факторинг Classic мы даем только по проверенным заказчикам, только по тем, которые нормально всегда платят, просто потому что там не проценты, да, там комиссия фактора составляет, ну вот, допустим, возьмем кейс, да, один, когда с подписанным актом, конечно же, невозможно проиграть, умудряются люди это делать. Более того, я вам сейчас могу чуть попозже кейс рассказать, когда государственные заказчики уходят на реабилитацию и банкротство.
Вот. То есть у нас этих сделок больше, ну, почти 4000, мы все их знаем, да, все вот эти вот кейсы, которые уже были. Касательно, давайте вот разберем, да, заказчик нормальный, категория заказчика А, да, он платит в срок, по нему никаких судебных процессов нет, налоговые задолженности у него отсутствуют, все у него чисто, все замечательно. В таком случае вы можете воспользоваться услугой Factoring Classic. В чем? Давайте разберем. Да? Там мы поделили опять-таки на 3 части. Да? Если заказчик оплатил до 10 дней, да, с момента выдачи финансирования, если заказчик оплатил до 20 дней с момента выдачи финансирования, и если заказчик оплатил до 30 дней с момента выдачи финансирования. В таком случае с миллиона вы сначала получите 800 тысяч, а когда заказчик оплатит, если он оплатит до 10 дней, мы удержим комиссию 16 тысяч и закинем вам оставшиеся 184 тысячи после оплаты заказчика. Если до 20 дней, с 10 до 20 дней, то удержим всего 24 тысячи, да, оставшиеся 176 мы вам закинем. Итого получается 976 тысяч вы получите с этого тендера. И получается 32 тысячи в случае, если это до 30 дней пошла оплата. Вот, собственно, как-то так. Что касается услуги Factoring Fix, вы сразу получаете, если заказчик идет по категории А, сразу получаете 950 тысяч и забываете вообще в принципе про проблемы с этим актом. Оплатит, не оплатит, вовремя, не вовремя, вообще вас не волнует. Да? То есть вы свои деньги получили и довольны гуляете. Если заказчик по категории Б идет, то 925 тысяч. И если по категории С он идет, то это будет 900 тысяч вы получите с этого контракта в общей сложности. Да? Но, опять же, да, в пересчете на время, которое вы потратите на ожидание этой оплаты, а вот у меня, допустим, были, когда я занимался непосредственно торговлей на госзакупках, да, у меня были кейсы, когда по 6 месяцев не платили, и потом за ними бегаешь. Пожалуйста, можете разъяснить в процентах. Пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке, да, у вас под каждый конкретный акт, да, условия могут разниться в зависимости от продукта. Перед тем, как заключать договор, мы вам полностью всю информацию, всю калькуляцию по данному акту предоставим. Поэтому не стесняйтесь, подавайте заявки, да, и если вас не устраивают условия, вы в любой момент можете отменить. Арнунза, прошу прощения, что перебил. Если грубо сказать, то смотрите, от миллиона тенге вы там говорите 16 тысяч тенге и 20 тысяч тенге, да, вроде. Но это же элементарно, от миллиона тенге это 1%. 1, 1,5-2% примерно. И максимум это может быть 10%. Ну, если это грубо считать, от суммы заказа, от суммы заказа, от суммы договора. Но все зависит от продукта. Там, какая сумма вам нужна? Возможно, вы скажете договор на 1 000 000 тенге, но вам нужны всего лишь там 300 тысяч тенге, не 700 тысяч. Ну, знаете, тут вопрос такой, что лучше идти сразу в получение всех денег, да, чтобы потом просто заморочек не было с этим всем делом. Вот. И получить деньги и запустить их в новый тендер, да, и там, ну, какая средняя маржинальность на том же самом маркете? От 25 до 50%. Вот. Что такое вот это вот 1,6% от этого всего дела? Ну, Жанболат мырза 1 000 000 тенге нан емес дейді. Бұл жерде 1 000 000 тенге нан деген әңгіме айтып жатқан жоқ ешкім. Оның үстіне әркімге әртүрлі. Сіз үшін, например, 1 000 000 тенге нан болмаса, біреу 5 000 теңгенің өзінің бетіне қарап отырған болуы мүмкін. Бұл жерде халық болғандықтан әркімнің жағдайы әртүрлі дәрежеде өмір сүреді. Сіз үшін нан емес болған дүние біреу үшін бақ болуы мүмкін. Ол біріншіден, екіншіден, бұл жерде жалпы сіздерге комиссиясын процентный ставка примерно қандай болатындығы туралы есептеу барысында 1 000 000 теңге есептеуге жеңіл болғандықтан соны айтып отырмыз. Бірақ бұл жерде нақты сіз 1 миллионның ғана договорына ақша аласыз, 900 мың болса ала алмайсыз, 1 100 000 болса ала алмайсыз деген сөз емес. Просто есепке жеңіл болу үшін 1 000 000 теңгені алып отырмыз. Егер сізге 1 000 000 теңге нан болмаса, 10 миллионмен кіріңіз,
20 миллионмен кіріңіз, e-факторинг сіздің бетіңізді қайтармайды. Себебі жаңа Арнұр мырза айтып өткендей, минимальный заказдың суммасы 100 мың теңге болу керек. 100 мың теңгеден жоғары заказдарға уже, пожалуйста, келіңіз, сізге құшағын жайып қарсы алады және финансирование жасап беруге көмектеседі. Енді, достар, Арнур мырза, я дополнительно сейчас разъяснил всем на казахском, о чем вы сейчас только что объяснили. Достар, қараңыздар, Арнур мырза айтып жатыр, осы сәуір айында, осы биыл барлық Қазақстандағы заказчиктардың барлығын толыққанды тексерген, тексергенде де нақты білесіздер ма, налоговый жағынан өздері налогтарын уақытылы төлеп жатыр ма, банкротқа ұшырады ма, мемлекеттік мекеме тоже банкротқа ұшырайды екен. Оны Арнур мырзадан қазір естіп отырмыз, иә? Банкротқа ұшырады ма, немесе уақытылы төлеп жатыр ма, айлықтардың барлығын беріп жатыр ма, одан кейін осы соңғы уақытта кіммен соттасып жатыр, қанша судебный деласы болған, соның барлығын тексере келе, жалпы заказчиктарды 4 категорияға бөліпті. E-факторингтің өзінің ішкі категориясы бойынша. Ол категория А, Б, С, Е деп 4-ке бөлінеді. Осы жерде мынау соңғы категориядағы заказчиктармен факторинг мүлдем жұмыс жасамайды. Бұл организациялар жаңағы банкротқа ұшыраған, немесе уже 2 миллиард, 1 миллиардтан астам уже қарызы бар, сізге дейін уже қаншама бір 50-100 шақты поставщикпен соттасып, әлі күнге дейін ақшасын бермей жүрген сондай проблемный заказчиктар. Оларға мүлдем ешқандай ақшаның формасы берілмейді. Бұл жерде енді А категориясы, ешкімге ақшасын кешіктірмеген, уақытылы ақшасын төлейтін, сондай бір тамаша бір заказчиктар болады ғой, күшті бір жұмыс жасайтын. Сондай заказчиктар өзіміздің аққуға, одан кейін барып екінші очередьте жүретін жаңа Б категориясында енді анда-санда бір кешіктіріп қалуы мүмкін, но в целом жұмыс жасауға болады деген заказчиктар, кейде енді бір жылда, может быть, бір судебный деласы болды ма, енді неше түрлі ситуациялар болады. Сол кісілер үшінші категория уже риск үлкен. Ол кісілерде, мысалы есебінде, үшінші жаңағы С категориясындағы заказчиктар уже проблематы кішкене көбірек болуы мүмкін. Но тем не менее, соңында олар бәрібір төлейді, жаңағы ең соңғы категориядағы сияқты мүлдем ақша бермейтін емес, бірақ беретін ақшасы жаңағы жарты жылға дейін созылып кетуі мүмкін, сот арқылы қырылысып жүріп, сөйтіп жүріп, жаңағы күндіз-түні звондап, сөйтіп барып ақшаны шығаратын, сондай заказчиктардың категориясына бөлінген. Енді сол категорияға қарай екі продукт жасалынған. Біреусі классик, екіншісі фикс деп аталады. Классик бойынша сіздер мысалы есебінде жаңағы 1 миллион теңге договорыңыз бар болса, 1 миллион теңге договорыңыз уже договорды жауып тастағансыз, толыққанды акттарын бәрін өткіздіңіз, тауарды өткіздіңіз, екі тараптан қол қойылған, енді ақшасын алу қажет. Сол ақшасын заказчиктен алатын кезде факторинг компаниясына заявка қалдырасыздар. Заявка қалдырған кезде одобрение алған жағдайда сізге 800 мың теңгесін береді, яғни 80%-ын факторинг сіздерге береді. Одан кейін барып заказчик уже ақшасын төлеген кезде сіздерге емес, спецсчет арқылы факторинг компаниясына төлейді. Факторинг компаниясына толық 1 миллионның барлығы түседі. Барлығы түскен кезде сіз енді 800 мың ғана алдыңыз, қалған 200 мың теңге қалып тұр ғой. Сол сізге берген 800 мың теңгенің үстіне жаңағы 16 мың теңге ғана ұстайды. 16 мың теңге. Сөйтіп 74 мың теңге болады. 184 мың теңге. 184 мың теңгесін енді получается ар жағында 200 мың тұрса, 200 мың бәрін бермей сізге 184 мың теңгесін салып жүреді да, жаңағы 16 теңгесін алып қалады. Былайша айтатын болса, енді бір жағынан есепке дұрыс емес математикасы, но примерно хотя бы түсіну үшін 1 миллион теңгенің ақшасын алу үшін сіз бар болғаны 1,6% төлейсіз. Енді грубый формада айтатын болсақ. Бірақ енді бұл ситуацияға қарай ойнап отырады проценті. 16 теңгесін төлейсіз, зато сіз не ұтасыз? Сіз ең алдымен ақша поставканы жасап біткен екен, ақшасын бірден қайтарып аласыз. Факторингтің арқасында келесі тендерларға, келесі ол маркеттегі заказдарға сізде уже қаражат бар. Ол жақтың да өзінің маржасы бар ғой, соған айналдырып ақшаңызды көбейте бересіз. Екіншіден, енді риск болуы мүмкін. Неше түрлі жағдай болады, заказчиктар жаңағындай 30 күн емес, 30 күннен ары қарай созып жіберуі мүмкін деген сияқты моменттер туындаса, ол ақшаңызды күтіп қалуыңыз мүмкін, соттасуы мүмкін. Жаңағы сияқты бір 6 айлап жүріп қалатын болсаңыз, вдруг 3 ай ма, сіздің уже үстіндегі тауып жатқан табысыңыз сол уақытқа бөлген кезде 3 айға, 2 айға, жаңағындай 6 айға бөлетін болсаңыз, үстіндегі маржасы бір айына 50 мың теңге, 70 мың теңге бір ақша тапқан сияқты болып қалады. То есть маржасыз көзге көрінбей кетеді. Сондықтан
ақшаны поставка жасағаннан кейін сразу уақытылы жаңағы өзіңіздің табысыңызды алып отырғанда факторинг компаниясы сіздерге керемет мүмкіндік сыйлап отыр. Енді жаңа реферальная ссылка деп айтып отырғаны бойынша Арнұр мырзаның, ол біздің оқушыларға Омаркет Қазақстан оқыту орталығының оқушыларына арналған сілтеме. Сол сілтеме арқылы сіздер кірген кезде e-факторингқа кіріп регистрация жасасаңыздар, сіздерге 25 проверка беріледі. Проверка бойынша қазір тағы да қосымша түсіндіремін. 25 проверка беріледі. Одан бөлек сізден ұстайтын жаңағы 16 мың теңге бар ғой, соның өзіне қосымша 10% скидка жасап береді. Яғни, уже 16 мың теңге ұстамайды, 16-нан 1600 теңге алып тастасаң, 14.400 бола ма? 14.400 теңге ғана ұстайды. Алғашқы 5 заказға осындай 10%-лық сізге жеңілдік болады. Енді қараңыздар, проверка бойынша Арнұр мырзаның жасап қойған системасы ол ашық күйінде тұр. Әрбір негізі тіркелген поставщиктарға e-факторингқа өз бетінше кіріп жұмыс жасаса да бола береді. Кіріп жұмыс жасасаңыздар болады. Ол кезде факторинг компаниясы өздерде жаңағы проверка береді. 10 проверка. 10 проверка не үшін қажет? Жаңағы 4 категорияға бөліп отыр ғой заказчиктарды. Сол 4 категорияға бөлінген заказчиктардың сізде солардың қайсынан заказ келгенін сізге түсіну қажет. Мысалы, сізге заказ келді, сіз енді факторингтан ақша алу бойынша ойланып отырсыз. Сіз алдын ала сол проверка арқылы заказчиктің бинін жаңағы e-факторинг компаниясында проверкаға салып, сол жерден тексеріп алсаңыздар болады. Заказчик қай категорияға жасады? Факторинг компаниясы сіздің сол заказчикпен жасаған договорыңызға финансирование бере ма, бермей ма, соны түсіну үшін алдын ала. Зато ертеңгі күні сіз договорды алып алып, андай жағдай болмайды да. Бәрін жасап біттіңіз, енді e-факторингқа келесіз, e-факторинг сізге отказ береді. Сол кезде сіз мен сендерге сеніп қалдым ғой деген әңгіме болмайды. Чтобы сондай болмас үшін алдын ала өзіңіз тексеріп алғаныңыз дұрыс. Енді біздің оқыту орталықтан барған адамдарға 25 проверка беріледі. Қосымша әрбір одобрение алса, мысалға жаңағы 25 проверканың 5-еуін қолданды, 20-сы тұр, и жаңағы бір бинді алып тексеріп, өзінің заказы бойынша сөйтіп e-факторингтан финансирование алса, онда қосымша үстіне жаңа финансирование үстіне қосымша 5 еще проверка беріп отырады. То есть каждый раз e-факторингтан одобрение алған сайын біздің оқушылардың үстіне 5 проверка беріліп отырады. Ал алғашқы жаңағы 5 заказына 5 одобрениесіне e-факторингтің комиссиясы өздері сіздерге берген ақшасын комиссиясының өзіне жеңілдік жасап қойған, жаңағы 10%-лық жеңілдікті беріп отырады. Жалпы қазіргі Арнұр мырзаның айтып өткен информациясы осы. Дальше давайте продолжим. Небольшое уточнение сразу сделаю. Для тех, кто хочет получить это, регистрируйтесь по реферальной ссылке, которая даст Ардах Мырза. Вот. По ней будете регистрироваться, будете получать. Зарегистрируйтесь по другой ссылке, ну, вот как-то так. Это чтобы мы... Пишет как раз МГО боксинг. 2,5 ай болды, әлі де тапсырыс берушіден төлем жасалмады дейді. Вот, ну вот, о чем говорил, да. Мына e-факторинг компаниясы как раз сол үшін де бар. Сол үшін де мына Арнұр мырза сіздерге арнап осындай продукт жасап қойған. Алдын ала заказчик сізге ақша төлейтін төлемейтін алдын ала білуге болады заказ келген кезде. Тексеріп аласыздар, нормальный заказчик па, вообще нормальный емес потом. Солай тексеріп аласыз, если нормальный болса, все, давай заказ қабылдайсың, жұмыс жасайсың, мен қарапайым көшелік тілмен сөйлегенде да. Заказ қабылдайсың, ары қарай жұмысын жасай бересің, потом біткеннен кейін ақшасын күтіп отырмай, факторинг компаниясынан ақшаны алып, дальше оборотыңызды айналдыра бересіз. 2,5 айға созылған ақшаның уже кейін қолыңызға түскен кезде де әбден қарызға батып қалғандықтан, ол қарыздарын жабасыз, басқа аласыз, в итоге қолыңызға түкте қалмай қалады. То есть, оның берекесі болмайды да. Что берекесі болу үшін, вот как раз таки факторинг компаниясы бар, тез-тез оборотқа айналдырып, тем более, бұл қазір бізде сезон басталып жатыр, 8 мың мектеп каникулдан оралып, қазір жаймендеп, жаңағы директор бар, бухгалтерлары бар, жұмыстарына оралып, қазір заказдарын бастап жатыр жаймендеп. Енді осы жерде заказ көбейеді, жылдың соңына қарай тендердің сезон прямо нағыз қызатын кез. Осы кезде алдын ала курсқа да жазылып, факторингқа да тіркеліп, проверкаңызды жасап алатын болсаңыз, осы жаңа жылға дейінгі, осы екінші жарты жылдықтағы сезонда
былай жауып, жаңа жылда Құдай қаласа на Бали, на Чили отырсаңыздар болады. На Чили, на расслабоне, да. Сразу продолжим отвечать на вопросы, которые задаются, да, вот, Ага. есть месяцев, куда заказчик будет перечислять деньги, если в договоре указаны реквизиты мои. Тут есть два варианта. Ну, чтобы не заморачиваться, да, можно просто сказать, вы или можете поменять реквизиты на наши реквизиты, да, после того, как мы вам одобрим, как называется, заявку вашу. То есть мы создаем, точнее, мы отправляем уведомление заказчику, там все согласно нормативам, все согласно закону, все это отправляем. Вы создаете дополнительное соглашение. Да, но это работает только если заказчик это не ГУ, КГУ и РГУ, то есть это все остальные, там, ГКП на ПХВ, ТО, АО и так далее. Есть способ проще. То есть открываете счет в нашем банке-партнере, ну, проще всего открыть в Джусаке. Говорите, что вы от Гефакторинга, да, они вам открывают специальный счет. Вот этот специальный счет ставите в своих реквизитах по умолчанию, и даже если вы у нас не берете финансирование, то деньги, которые пришли от вашего заказчика, мы отправляем на ваш счет. Только, пожалуйста, да, давайте договоримся, если вы указываете спецсчет в реквизитах, да, вы, пожалуйста, зарегистрируйтесь и укажите, куда нам деньги отправлять. Ваш текущий счет укажите, потому что ну, есть такие люди, да, за которыми мы потом бегаем, говорим, ну куда нам вам деньги вернуть, да? Вот, то есть такое тоже бывает. Вот. Соло, вот и по спецсчету, получается, финансирование получаете буквально на следующий день. По поводу проверок, да, который вопрос тут, рассмотрение сколько занимает. Вы подаетесь, мы дальше, вот сейчас у нас система, она и раньше была самая быстрая в Казахстане, да, сейчас она вообще там за 15 секунд рассматривает. Вот, но вам даже эти 15 секунд ждать не надо. Вот вы просто подались, да, если вас все устраивают условия, вы подались, подписали, да, а там дальше мы уже сами быстро проверим, быстро подпишем, и если все нормально, то деньги вам выдадим. То есть вот как-то так. 15 секундта тексеріп заказчикті. Если бәрі ойдағыдай болса, бәрі жақсы болса, онда сіздерге уже сразу финансирование беруге дайын. Қандай тамаша, 15 секундта система арқылы да, здесь екенін тексеріп алады толыққанды. Қандай тамаша. Енді жаңа Арнұрымызға один момент, да, просто мы не можем из-за ограничений ну, государственных систем выдавать деньги сразу, в тот же день. Мы ждем следующего дня. Поэтому, рабочий день, да? Поэтому, ребят, без обид, на следующий рабочий день только. Ага. Ну, зато главное, ответ же они получат за 15 секунд. Ответ получит за 15 секунд, да. Получит деньги, не получит. Это один из немаловажных моментов. Енді жаңа сұрақ болды, Арнұр Мырзаға сұрақ қойып жатыр. Если договорда біздің реквизит көрсетілсе, ол қалай ақшаны сіздерге береді деп сұрап жатыр. Арнұр Мырза жаңа жауап берді. Қосымша қазақша түсіндіріп өтейін. Қараңыздар достар, сіздер егер өздеріңіздің реквизиттарыңызбен договорға қол қойған болсаңыздар, если факторингтан ақша алатын болсаңыздар, сіздер заказчикпен міндетті түрде келісіп договордың реквизитін өзгерту қажет болады. Ол реквизитті өзгерту үшін сіздер Жусан банк арқылы спецсчет аштырасыздар. Сол спецсчетті сол жаңағы госзакуптағы договорыңыздағы реквизитті сол спецсчетқа ауыстырасыздар. Сосын сол жерге түскен ақша уже автоматты түрде факторинг компаниясына түскен болып есептелінеді. Енді қараңыздар, сіздер алдын ала сол спецсчетті ашып алсаңыздар да болады. Мысалы ретінде енді ертең уже сенбі, жексенбі болып кетеді, демалыс. Дүйсенбі күні спецсчет аштырып, госзакупта по умолчанию өзі бірнеше счет болса, соның біреусін по умолчанию қойып қоясың, постоянно ақша түсетін. Соған спецсчетті қойып қойсаңыздар болады. Ол енді алдағы случайға, на всякий случай деп дайындап қоясыздар, потому что алда сіз постоянно тендермен, жаңағы маркеттегі түсіп жатқан заказдармен айналысып жүрген кезде, сіз білмейсіз ғой, сізге қандай заказ түседі, қандай ситуация болады. Вдруг факторингтан ақша алатын болсаңыз, сізде уже спецсчет бар, сол спецсчет арқылы сіз уже екінші рет спецсчет аштырмайсыз, сол спецсчетпен уже факторинг арқылы жұмыс жасай бересіз. Но если сіздерде мынандай жағдай болса, допустим, сіз спецсчет ашып қойдыңыз,
Бірақ e-факторингтан ақша алған жоқсыз. Бұндай жағдайда заказчик ақшасын төлегеніңізде e-факторингқа түседі. И сіздер e-факторингқа алдын ала спецшот аштырсаңыздар, сайтқа да тіркеліп, өздеріңіздің жаңағы шоттарыңызды көрсетіп қойыңыздар. Себебі e-факторинг ол жерде, если сіз оны қолданбасаңыздар, сіздерден ешқандай комиссия ұстамайды, бір тиын ұстамайды, заказчиктан түскен ақшаны бірден өздеріңізге салып жібереді. Сол қайда салып жіберу керектігін шотын просто көрсетіп қою керек ең бастысы. В дальнейшем проверки возможны к приобретению или нет. В дальнейшем проверки возможны к приобретению, если будете подавать запросы. То есть за каждый запрос, да, вот Тарике озвучил, плюс 5 проверок за каждый одобренный запрос. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Мы заинтересованы в том, чтобы вы нормально развивались, нормально не имели проблем с заказчиками. Да. Пожалуйста, работайте. То есть главное, чтобы у вас все нормально было. Вот 2,5, да, то, что вы озвучивали. Мына жерде Ердос Қарагөз деген кісі ник Омаркеттің дәурені бітті ау деймін дейді. Омаркеттің дәурені қалай бітеді? 10 жылдан асып кеткен Гозауктың дәурені біткен жоқ әлі. Омаркеттің пайда болғаны енді наоборот. Мысалы есебінде Омаркетте бір договордың суммасы 13 миллион 800 мың теңге. Бірақ бір айдың ішінде сізде договордың санына шектеу жоқ. Бір айдың ішінде сіз 100, 200, 500 миллион договор жасасаңыз да болады. И оның каждый суммасы ең бастысы 13 миллион 800 мыңнан аспау керек. Енді просто өздеріңіз элементарно ойланып көріңіздер. 13 миллион 800 мың теңгеге дейін сатылатын заттардың саны неше? Қазір Омаркетте мысалы есебінде 600 мыңдай ғана тауар жүктелген. Негізі болу қажет тауарлардың саны 1,5-2 миллионнан асып жығылады. Еще плюс қосымша Омаркетте поставщиктардың саны да қазір толыққанды жеткіліксіз заказчиктарға. Еще заказчиктардың тарапынан да Омаркетте әлі күнге дейін оқып, үйреніп, енді заказ жасап, заказын көбейтіп жатқан адамдар бар. И өздеріңіз ойлаңыздар, бір жылда Омаркетке түсетін заказдың саны 180 мыңға жуық. Самұрықпен салыстыратын болсақ, Самұрықта 112 мың, 120 мыңдай заказ түседі. Енді қайсысы көп? Енді әрине самұрықтың суммасымен салыстыра алмайсың уже Омаркетте, потому что Омаркетте лимит 13 миллион 800 мың, ал самұрықта пәленбай миллиардтаған договорында суммалары бар. Но именно количествосы жағынан 180 мың түсіп отырған заказдың қалай дәурені бітіп қалады, ол наоборот тек қана өседі, Құдай қаласа. Сондықтан дәурені әзір бітпейді. Алмас аға деген ник, ё-майо дейді, договордың реквизитін өзгерту жүріп кетпейді ма? Жоқ, договорды өзгерту, реквизит өзгерту очень простой не ғой способ. Просто заказчикқа айтасыздар, заказчикқа реквизит жібересіздер. Ол жылдам, ол уақыт алмайды. Заказчиктар да оған қиналмайды негізі, потому что ол нормально. Да, вот тут еще вас спрашивают, на Каспи скидываете? Конечно, скидываем. Мы работаем с любыми банками, хоть Каспи, хоть Халык, хоть что. Главное, вы спецсчет открываете в банке-партнере, все остальное абсолютно без разницы. К какому банку привыкли, тем банками пользуйтесь. Енді Каспиіңізға перевод қылып жібермейді телефон номеріңізға. Анда номер бар ғой, деген номер. Каспи Голдтағы реквизит, соны бересіздер, сол жаққа жібереді, бірақ енді сол Каспи Голдыңызға түседі дегенмен. Да. Мен Омаркетте факторингті қалай қолдануды білмеймін, айтып жіберіңізші дейді. Енді Талшат Асановна ханым, біз енді қазір осы e-факторинг туралы сөйлеп жатырмыз, уже 40 минут болды. Енді қазір жаңағы айтып отырған тақырыптың бәрін қайтадан қайталап отырмай қойып, бірақ эфирді сақтап қоямыз, жарайды ма? Сол эфирдан бір қайталап көріп аламыз, сол кезде более түсінікті болады. Қосымша Арнұр мырзамен біздің жасап отырған бұл тікелей эфир, бірінші тікелей эфир емес, эфирлар көп. Сондықтан сол жерге кіріп, қосымша қарасаңыздар болады. Және сайттары да бар, efactoring.kz деп терсеңіздер Google-ға кіріп, жаңа компьютермен сөйтіп, сол жерде барлық информация тұр, телефон номер бар, телефон номер бесплатный еще, прямой хабарласып, сөйлесіп, ақпаратта ала берсеңіздер болады. Просто бұл жердегі единственный момент, то, что сіздер өз беттеріңізше барсаңыздар, беретін условия басқаша, біздің оқыту орталық арқылы барсаңыздар, қосымша берілетін жеңілдіктің түрлері бар. Разницасы осы. Әйтпесе негізі общий смыслы ақша беретін бере береді ол. Не важно, сіз біз арқылы бардыңыз ба, басқа арқылы бардыңыз ба, оған ойнамаңыздар. Частная компания Омаркет? Ну, конечно, частная.
Когда нормальные продукты делались, не частными лицами. Енді государство негізі көп жағдайда ақша беріп прям осылай жұмыс жасайды, иә, субсидиялардың түрлері бар, иә, бизнесті қолдау бойынша, жаңағы мебель ашсаңыздар, STKZ алып, индустриаль сертификат алып деген сияқты ашсаңыздар да көмек береді. А так басқаша мемлекеттен беретін көмек жоқ. Сондықтан өз күнімізді өзіміз көреміз. Бір-біріміздің жағдайымызды жасаймыз осылайынан. Ну, дополню еще. Да, дополню. Реке, в рамках нашего с вами взаимодействия мы вас материалами снабдим, вот, которые там видео, инструкции, все, чтобы, вот, грубо говоря, людям дать, и там дальше очень быстро можно разобраться. Мы максимально быстро старались, максимально просто старались все сделать, но если хотите, да, вы можете это в свой курс включить без проблем, вот, и дальше просто людям давать. В двух языках уже подготовили, да? Конечно, Классно. у нас и сайт на двух языках, и эфиры на двух языках. Классно, очень классно. Қараңыздар, жаңа Арнұр мырзаның айтып отырған статистикалардың біреуісін айтуға ұмытып кетіппін. Бір жыл жұмыс жасаған e-факторинг, уже 2000-нан астам 3000-ға жуық уже қолданушы бар. Және ала жаста уже скоро алдағы уақытта именно сіздер сияқты поставщиктарға берілген ақшаның суммасы 3 миллиард теңгеге жақындап қалған, достар. Өздеріңіз ойлаңыздар, қандай объемда қаншама адам тірлік жасап жатыр, ақша жасап жатыр. Мына беріп тұрған мүмкіншіліктерді қолданып отыр. Енді сіздердің солардың қай жерлеріңіз кем, өздеріңіз ойлаңыздар, сіздерге бәрі келіп тұр ғой, бәрі просто алда жаса деген жағдай болып тұр. Тем более тікелей эфирде бізде сіздерге разъяснениесінде жасап отырмыз. Анда бесплатный видеосын, бесплатный звоноктары бар, сайттары, бәрі тұр, бүкіл ақпарат тұр. Просто алда істе, болды. Мына жерде бір кісі жазып жатыр ғой, жаңа Талшат Асанова. Молодцы жігіттер, рахмет, сіздер сияқты жігіттер көбейе берсін, қазағын байсын. Мен ең бастысы қазағын байсын, я байса қазағын байсын деген өзі қазақша күшті сөз бар ғой. Ол да үкімет жоқ дейсің ғой. Жоқ, үкімет бар, просто үкіметтің де басқа шаруасы көп қой. Осы күнімізде естіп отырғанымызды үкіметтің арқасы. Осы Арнұр мырза факторинг компаниясын ашуға рұқсат беріп, поддержкасын жасап отырған. Мен де сіздерге шығып осылайынан эфирде отырып түсіндіріп отырғаным тоже үкіметтің арқасы. Мына отырған Әзірбайжан қазір не инстаграмдар істемейді, не басқасы істемейді жағдайлар. Ой, Түркменстан ба қай келеді? Өткенде жаңалықтан көрдім. Ешқандай соцсет істемейді, интернеттері 2G там е болып шығып тұрады, вообще түк көрсетпейді. Мысалы есебінде мемлекет осындай жағдай жасап отыр. Поставщиктар бар, таможня ашық, тауар кіріп жатыр. Ақша беріп тұр Арнұр мырза мына жерден. Аяз ата сияқты сумкасын бүйтіп салған. Мә ақша, на тебе. Вот. Да. Не, но на самом деле, да, у правительства другие задачи. Прежде всего, это создавать нормативно-регуляторную базу для того, чтобы бизнес мог поддерживать другой бизнес. Поэтому так, кредит. Кредиты мы не даем. Кредиты — это не халяльная история, не кошерно. Кредит ол банк кредит. Да. Кредиты есть в банках. Кредиты есть в банках, говорю. Мы в эту историю не идем, мы такие истории не любим. Кредит алу үшін банкке барыңыздар, немесе өзіңізге инвестор тартыңыздар. Жалпы негізі инвестор тартып та жұмыс жасауға болады. Енді ол инвестиция тарту негізгі механизмдарын түсіну керек та. Инвестормен қалай сөйлесу керек, не үшін ақша алып жатырсыздар, проектін қалай дайындайсыздар, ол адаммен қалай келісесіздер, договор қалай болады, төлем қалай жүреді, проценті қалай болады. Оны білсеңіз, ақшасы бар адаммен барып келісіп жұмыс жасай беруге болады. Не обязательно прямо Арнұр мырза келіп кредит берді. Арнұр мырза тек қана қол қойған договорға ақша төлейді, болды. И то, если жаңағы соңғы категорияға кірмесе, 4 категорияның соңғы категориясына кірмесе болды. Да. Ну, как только какие-то новые продукты сделаем, мы с вами это уже сегодня обсуждали, обязательно выйдем в новый эфир, обязательно ребят порадуем, поставщиков, вот, поэтому
ждите. Не стал говорить про информацию, которую вы говорили Не сегодня. надо, не надо, не надо, не надо. Это сюрприз. Мы над этим очень хорошо работаем, и я думаю, что На потом. да, это на потом, это для того, чтобы... На 10 оставим, мало что, да? Мы сами это знаем. Ну, қараңыздар, достар, жалпы негізі жұмыс жасау барысында қай компания болсын, кім болсын, негізі өзің жасап жатқан жұмысында бір орында тұрмайды. Сондықтан сіздер де бір орында тұрмаңыздар. Мысалы себебінде Арнұр мырза да қазір енді сөздерімізден байқап отырсыздар ғой, алла қаласа енді жаңалықтар болуға әйтеуір еңбектеніп жатырмыз. Жақсы жаңалық болса екен, новый условиялар болса, и ол условия барынша тиімді болса екен сіздер үшін деген сияқты. Бізде өз тарапымыздан мысалы себебінде былтыр курсымызда болмаған дүниелерді биыл қосып жатырмыз. И постоянно былтыр бізде алдыңғы жылдан курсымыз қайда жақсы етін. Сол сияқты постоянно развитие үстінде болу қажет, достар. Сондықтан сіздер де мысалы себебінде жарты жыл бұрын қандай болдыңыздар, қазір дәл сол қалыпта тұрсаңыздар, онда әрине өсу қиын. Сондықтан сіздер өздеріңізді басқа біреумен емес, өздеріңізбен салыстырыңыздар. Жарты жыл бұрын сіз қандай болдыңыз, немесе бір жыл бұрын, и қазір сол қалпыңызда тұрсыз ба, әлде өсіп жатырсыз ба, дамып жатырсыз ба? Именно материальный жағынан, духовный жағынан, развитие, там, путешествие, не важно, қай жағынан болсын, денсаулығыңыз мысалы себебінде жақсы жағына өзгеріп жатыр ма, әлде бара-бара беліңіз ауырып жүр ма, аяғыңыз басамай жүрсіз ба, не болып жатыр? Осыған қарап жұмыс жасап отырсаңыздар, каждый раз көңіл бөлетін болсаңыздар, өздеріңіз развитияларыңызға, құдай қаласа бір 3-5 жылда жағдайларыңыз өте керемет болып шығады. А если прямо сол уақытты қысқартып, тез жұмыс жасаймын десеңіздер, онда курсқа кіресіздер. Мысалы, мына факторинг компаниясы сияқты қызметін ұсынып отырған адамдардың қызметін аласыздар. Кішкене енді, да, комиссиясын, жаңа комиссия болғанда да қызметін ақшасын төлейсіздер, ол рас. Бірақ зато сіз жаңағы 3 жыл, 5 жыл бойы өсетін развитияңыздың уақытысын қысқартасыздар да, оборот жақсы болғанның арқасында. Сол жаңағы сырттан келген ақша арқылы, сырттан ұсынып отырған, сізге уже ұсынып дайындап қойған ақшаны алып, тез-тез оборотыңызды өсіріп, тез плюсқа шығып алсаңыздар болады. Қосымша курс өтетін болсаңыздар, курста да біз сіздің результатыңызға жұмыс жасап, бір жыл бойы жаңағы сопровождениеміз бар, басқа бар, сол арқылы сіздің табысыңызды жақсартып, өмірді өзгертуге әрине күш саламыз, құдай қаласа. Алмаз Агат спрашивает, если не секрет, можно хотя бы пару нежелательных заказчиков знать. Это будет некорректно с моей стороны, да, это будет некорректно с моей стороны озвучивать этих заказчиков, потому что завтра они решат свои проблемы, да, у вас в голове останется, что с ними не надо работать. Вот поэтому, ну, просто поймите правильно. Жағдайлары әртүрлі ғой, қараңыздар. Бір заказчик бар, кеше керемет жұмыс жасады, бүгін проблемаға батып қалды. Либо кеше проблемасы болды, бүгін ол вопростың барлығын шешті, бүгін уже нормально. И ол өзгеріп отырады, да, заказчиктарды да это нормальное явление. Потому что, мысалы себебінде ауылдық жердегі библиотека алады, акиматқа қосып тастайды. Реорганизация, екі организацияны алады, біріктіріп жібере салады. Сол біріктіретін алдында, мысалға, библиотекаға ақша бөлінбей қояды деген сияқты. Ну, енді ситуациялар көп. Екі мектепті алып бір-біріне қосып жібереді, бір мектепті алады, түгелінен бұзып тастайды, мысалы себебінде жаңадан сөйтіп басқа мектеп соғады. Бұл жерде ситуация көп қой. Постоянно ситуация өзгеріп отырғандықтан, нақты сіз қай кезде жаңағы финансирование алайын деп жатырсыз, және нақты қай заказчикпен жасалынған договор үшін аласыз финансированияны, сол заказчикті тексеріп алу қажет. Ең бастысы осы момент. Выражаю благодарность лекторам көп рахмет, сау болыңыздар. Жақсы, ақша берген заказчиктерге бір ең таңба салса болмай ма дилер деген сияқты дейді. Олар таңба сала алмайсың ғой, өкінішке орай. Потому что айтып отырмын ғой, олар әркез әрқалай өзгеріп отырады ғой анда. Ну, насколько я знаю, сейчас новые изменения в госзакупках. Те, кто на просрочку выходит, их помечают. Вот. Ну, поработаем над этим. Большое спасибо за уделенное время. Спасибо за внимание. Да. Реке. Көп рахмет, Арнұр мырза. Увидимся на следующей неделе. Там дальше уже обсудим более детально условия и вперед.
Ссылочку я скинул, пожалуйста, к видео прикрепите, чтобы вот наши слушатели, кто смотрели, да, могли регистрироваться от вашего имени и получать все возможные преференции. Да, ссылочку оставь. Достар, онда жалпы осы Арнұр мырзамен енді эфирімізді аяқтаймыз. Арнұр мырзаға көп рахмет. Осылай уақытын бөліп, кешкі уақытында бір апта бойы жұмыс жасап, жұма күні кешкісін демалатын кезде осы хабардар етіп, ақпаратымен бөлісіп отыр. Енді келіңіздер, барлығы сіздер үшін жасалынған условия, басқалар сияқты 50-де 50, 70-де 30, 60-да 40 деген фантастический условия емес. Бұл кісілердің өздерінің қызметінің суммасы шағын ғана болып тұр, жаңағы условиялармен салыстырғанда. Сондықтан келіңіздер, жұмыс жасаңыздар, бірге болыңыздар. Әркез осылай біздің инстаграмды қарап отырыңыздар, жақсы жаңалықтармен бөлісіп отырамыз. Кім бүгін стористі көрген жоқ біздің? Қазір қараңыздар, мен бүгін сұрақ-жауап жүргізген болатынмын. Қойылған сұрақтардың барлығына, маркетинг технический жағына сұрақтарына жауап берген. Қосымша қазір e-факторинг бойынша сұрақтар тағы да қойсаңыздар болады, мен сіздерге жауап беретін боламын. Жақсы, достар, барлықтарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы әрекет. Ардақ мырза, сау болыңыз.